Сәлем достар. Бүгін біз кешегі үйтілген тоқтымыздан балғын етінен өте дәмді қазақтың жеңсік асы қуырдақты дайындаймыз. Достар, каналымызға тіркеліп, лайк басып пікірлеріңізді жазып қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізді әрі қарай шабыттандырып, қазақ тілді контентіміздің дамуына сеп болады. Ал кеттік достар, алдымен от тұтатып, ағашымызды жарып аламыз. Қазанға май құйып, қыздырып аламыз. Қызған майға құйрық майды саламыз. Құйрық майымыз қызарып, алтын түстес болған кезде үстіне қиқа еттерімізді саламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде пиязымызды ашып, турап аламыз. Етті 15-20 минут қуырып алғаннан кейін пиязымызды салып, бір араластырып қоямыз. Енді сәбізімізді ашып, домалақтап турап алып, пияздың артынан саламыз. Қалауыңызға қарай қызанақ қосып, араластырып қоямыз. Әзірге картопымызды ашып, турап дайындай береміз. Картопты салып, тұзды мен дәмдеуіштерін саламыз. Одан кейін сарымсақ салып, қуырдағымызды 30 минутқа жай отқа бұқтырып қоямыз. Әзірге салатымызды дайындай береміз. Міне достар, балғын тоқты етінен дайындалған қуырдағымыз дайын болды. Ғажап. Бейне камера астың дәмі мен иісін жеткізе алмайтыны өкінішті ақ. Асымызды дастарханға дайындаймыз.
Бисмилля деп айранымызды ішіп, қуырдақтың дәмін көреміз. Muş. Ас болсын.